Қазақтың байтақ жері, бабадан қалған ең асыл қазына. Баһадүр халқымыз жаугершілік замандарда еркіндік үшін қылыш сермеп, бодан болған қиын кезеңдерді бостандықты аңсап өткен. Кешегі алаш арыстарының да игі мұраты егемендік еді. Ата-бабаның асыл арманын орындап, осыдан 30 жыл бұрын тәуелсіздіктің іргесі қаланды. Әлем картасында Қазақстан деген дербес республика, азат ел пайда болды. Тәуелсіздіктің қиындықтардан басталуы бізді үлкен жауапкершілікке жетеледі. Сол ауыртпашылықтарды бірлік пен татулықтың арқасында еңсердік. Мемлекетімізді аяққа нық тұрғыздық. Біз елдігімізді, Қазақстанды әлем мойындаған мемлекетке айналдыра білдік. 30 жылда толағай табыстарға қол жеткізіп, биік белестерді бағындырып келеміз. Бабадан қалған қастерлі жерімізді көздің қарашығындай сақтау, тәуелсіздігімізді тұғырлы ету ендігі кезекте жастарға аманат. Армысыздар, құрметті ата-аналар, ұстаздар және оқушылар. Сіздермен тікелей эфирдемен Талғат Жанарыс. Және мен Қаратаева Жазира. Биылғы жылы алтын үй мектебіміздің соңғы қоңырау мерекесінің орны ерекше. Өйткені қастерлі тәуелсіздіктің 30 жылдығына қадам басамыз. Бұл баршамызға ортақ өнегелі өлшем, тағылымды кезең. Сонымен қатар, халық поэзиясының данышпаны, Сорып Салма ақын Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығы, Алаш қозғалысының жетекшісі, Алаш көсемі Әлихан Бөкейханның 155 жылдығы, және қазақ елінің мақтанышы, алып күш иесі, теңдесі жоқ кәсіпқой палуан Қажымұқан Мұңайтпасовтың 150 жылдық мерейтойымен қатар келуде. Dear teachers and dear guests of our school, today we are celebrating the final bell of this academic year at Назарбаев Intellectual School of Physics and Mathematics in Нұр-Сұлтан. Биылғы оқу жылының аяқталуына және мектеп бітіруші түлектеріміздің құрметіне арналған салтанатты жиынымызды ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер.
Осындай ерекше жылы өнері мен білімін өз бойларына өре білген еліміздің ертеңгі тізгінін қолға алар мектебіміздің 11-ші түлектері біздің мақтанышымыз. Dear teachers, today we turn the final bell in honor of 197 12th grade students of Nazarbayev Intellectual School of Physics and Mathematics in Nur-Sultan. Please welcome our graduates. 12-ші A сыныбы кураторы Курмангалиева Алима Серикановна. 12-ші B сыныбы кураторы Қалықбай Ботагөз Қанатбек қызы. 12-ші C сыныбы куратор Сыдыйков Нұрбек Беркович. 12-ші D сыныбы кураторы Абушахманов Алмаз Бауыржанович. 12-ші И сыныбы кураторы Жукенова Айнұр Қабдолла қызы. 12-ші F сыныбы кураторы Құнанбаева Айгерім Марат қызы. 12-ші G сыныбы кураторы Молдажанова Асель Хайырбаевна. 12-ші L сыныбы кураторы Ниязова Лариса Шайхиевна. 12-ші K сыныбы кураторы Уазарханова Гүлнұр Нұрлыбек қызы. Алтын белгі төс белгісіне үміткерлер және республикалық пән олимпиадалары мен ғылыми жобалар жарыстарының жүлдегерлері Ошақбаева Аружан, Калиева Аяжан, Алпатов Александр, Кожин Егор, Нигматулла Газиза, Набиева Даяна, Булатова Аружан, Берсибаева Данель, Даурбаев Алияс, Турмагамбетова Ания, Мухамедиева Даяна. Ерекше үлгідегі аттестатқа үміткерлер және республикалық пән олимпиадалары мен ғылыми жобалар жарыстарының жүлдегерлері. Ким Анжела, Қайролла Мадина, Аманғалиева Нұргүл, Какымбек Елдар, Байдусинов Алихан, Абайханова Айылым, Дарханова Дариға, Рахимова Мадина, Абдымаш Аяжан, Оспанова Шырын, Азаматова Нурия. Бүгінгі соңғы қоңырау салтанатымен құттықтау үшін мектебіміздің директоры Жакенов Мейрам Әміржанұлы, сөз кезегі өзіңізде. Құрметті түлектер, ата-аналар, қадірлі ұстаздар, сіздерді бүгінгі үлкен мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Құрметті біздің 2021 жылғы түлектеріміз, сендер үлкен өмірге қанат қағып барасыңдар. Қанаттарың талмасын, биікке шырқай беріңдер. Қалаған жоғарғы оқу орнына оқуға түсіп, студенттік өмірлеріңді қызықты өткізіп, абыроймен бітіруге тілектеспін. Таңдаған мамандарыңның мықты маманы, кәсіп қойы болыңдар. Мектеп өмірі артта қалып барады. Алдарыңда күтіп тұрған жаңа өмірдің баспалдақтарын сүрінбей өте берулеріңе тілектеспін. Бүгін барлық қазақстандық түлектер үшін мектеппен қоштасу үлкен атаулы мерекесі. Еліміздің болашағы сіздердің қолдарыңызда. Сондықтан да қай кезде де терең білім алу жолында жалықпай, талмай, ізденіп, ел тізгінін ұстайтын азамат болуларыңа ізгі тілегімді арнаймын. Ақ жол, думанды шақ тілеймін. Кеуделеріңе күн орнасын. Ата-ананың қуанышы, шаңырақтарыңның шуағы болыңдар. Жұлдыздарың әрқашанда биіктен жансын. Сапарларың оң болсын. Дорогие выпускники, уважаемые родители и учителя, разрешите вас поздравить с сегодняшним нашим прекрасным праздником. Дорогие наши выпускники, поздравляю вас с прекрасным и в то же время немного грустным праздником. И хочу пожелать всегда оставаться такими смелыми, искренними, целеустремленными, порядочными. Сегодня в школе прозвучит последний звонок для наших самых замечательных ребят. Как директор школы я с полной уверенностью могу сказать, что вы готовы к самостоятельной жизни, к достижению поставленных целей, к большим победам и взрослым мечтам. Не забывайте свою школу, своих учителей, ведь мы всегда будем рады вас видеть. Пусть все у вас получится, пусть впереди вас ждут только удачи и большие перспективы. Дорогие учителя, я по собственному опыту знаю, этот праздник так и не стал привычным для нас. Все так же сжимается сердце при мысли о расставании с нашими детьми, которые стали нам родными. С праздником вас! Пусть в вашей жизни с каждым отучившимся выпускником прибавляется количество друзей и поводов для радостных встреч и душевного общения. В добрый путь, дорогие выпускники!
2021. Біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырсақ, 2020-2021 оқу жылында жыл жетістіктері құрметті тізіміне енген оқушыларымыздың жетістігіне тоқтала кетсек. Біздің оқушыларымыз ғылым мен білімге ұмтылып, елдің болашағын ойлайтын болса, келешегіміз кемел, тәуелсіздігіміз баянды болады демекші. Биылғы жылы жеткен жетістіктері үшін елбасы медалімен марапатталған оқушыларымызды атап өтуге рұқсат етіңіздер. Жариков Торемұрат, Жакенова Мадина, Юга Евгений, Қажымұқан Ален, Өзбекбай Аяжан, Алихан Эльнара. Айджанова Еңлік. Алғашқы рет қашықтықтан өткізілген «Туған елге тағзым» 2021 байқауында туған өлкем жұмақ мекен бағыты бойынша жеңімпаз атанған 10-шы сынып оқушылары Еген Асылжан мен Жартыбаев Аңсат. Ұлы дала ақындары жобасы аясында қашықтықтан өткен байқауда 11-ші И сынып оқушысы Тойымбетова Аяжан 2-ші орын иеленді. Каратэ Шымкент-Ошынкайдан республикалық чемпионатта 11-ші И сынып оқушысы Смағұл атлет жүлдегер атанды. Дорогие зрители, начинаем объявление победителей номинации Intel School Awards 2021. Тех, кто сделал этот год ярким и незабываемым. Ladies and gentlemen, please welcome those who have been honored for Intel School Awards 2021 nomination. Биылғы оқу жылында халықаралық және республикалық пән олимпиадалары мен ғылыми жобалар жарыстарында мектебіміздің оқушылары 82 жүлделі орын иеленді. 17 алтын, 17 күміс, 48 қола медаль. Тәуекелов Ярасыл, 10F, is the winner of NIS Network Research Competition Scientist of the Year. Main prize at Baltic Science and Engineering Competition 2020 in St. Petersburg. Prize winner at Scientist of the Future 2020 in Moscow. First place at the Informatics National Darren Competition in Almaty. Prize winner at the International Competition of Scientific Projects ROST ISEF 2020 at the University of Innopolis. Prize of the Institute of Applied Physics of the Russian Academy of Sciences. Призер 20-й Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию, Евразийской олимпиады по информатике, 17-й Международной Желтиковской олимпиады, Сетевой олимпиады по общеобразовательным предметам, Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам стал обладателем номинации Best Subject Olympiads of the Year Ашуров Альтаир, 11-й ТИП. Social Organization of the Year номинациясын биылғы жылы нәтижелі де қоғамға пайдалы Sustainable Development Goals халықаралық жобасымен ерекшеленген TEDx Club және клубтың президенті Азаматова Нурия иеленді. Art Club of the Year. В этой номинации побеждает вокально-инструментальный ансамбль «Неформат». Ашкербеков Максат, Урдыбаева Нурай, Алимбаева Амина, Ежанова Айлана, Даркен Айғаным, Ағыбаева Амина, Беркимбаева Айдана и руководитель кружка Набатов Олег Михайлович. Activist of the Year номинациясы мектептегі іс-шараларды ұйымдастыруға ерекше үлесін қосқан оқушылар. 11-ші Си сынып Закирьянова Алина. 10-шы Ди сынып Талғатұлы Жанарыс. 10-ші Си сынып Каратаева Жадира. 8-ші Би сынып Манабаев Рамадан. 8-ші Эй сынып Шыңғыс Мөлдір. 8-ші Эй сынып Тәжібаева Аружан. 8-ші Эй сынып Бесенбаев Әділбей. Обладателем номинации Reader of the Year стала ученица 12-го Л, которая прочитала 38 книг за год. Қожахметова Нұргүл. Athlete of the Year номинациясын 9 құмалақтан Азия чемпионатының, Қазақстан Республикасының жастар арасындағы чемпионатының, зияткерлік мектептері арасындағы қашықтықтан өткен желілік турнирінің, Нұрсұлтан қалалық турнирінің жүлдегері 12-ші Кей сынып оқушысы Төлепберген Диас иеленеді. По итогам 2020-2021 учебного года номинацию Student of the Year получают ученица 7-го F класса Рахимбергенова Арна и ученица 10-го A класса Нуртай Малика. Қазақтың 100 киіз жобасы мектебіміздің әр оқушысы бойына ұлттық құндылықтарды сіңіріп, дәріптеуге мол мүмкіндік. Тәуелсіздіктің 30 жылдық мерейтойына мектебіміздің жігер домбырашылар ансамблі күй шашу арнайды.
құрметтерге өзінің ыстық лебізін білдіруге мектебімізге арнайы келген қонағымыз саяси қайраткер, журналист, политолог, Қазақстан Республикасының Саяси ғылым академиясының академигі Сұлтанов Қуаныш Сұлтанұлы тілек сөздерін жолдайды. Қайырлы күн, құрметті біздің жарқын болашағымыз Назарбаев интеллектуалдық физика-математикалық бейіндегі мектептің түлектері, біздің тәуелсіз мемлекетіміздің өркендеуіне, болашағына еңбек ететін ең дарынды жастарымыз жиналған сіздердің мектеп сияқты мектептерде біздің жүздеген, мыңдаған жастарымыз өсіп өркендеп келеді. Сіз солардың ең алдыңғы қатарындағы жүрген азаматтарсыз. Сондықтан да біздің мемлекетіміздің болашағы сіздерге үлкен үміт артады. Сіздердің болашақта осы мектепті абыроймен бітіріп, осы біздің мемлекеттік тәуелсіздігіміздің қуаттануына, өркендеуіне, ең дүние жүзіндегі мемлекеттердің озық қатарында жүретініне айрықша еңбек сіңіретіндеріңізге біз аға ұрпақ өкілі әрқашан сенімдіміз. Құрметті ұстаздар, құрметті ата-аналар, осы барлығымыздың тілеуіміз бір, біздің тәуелсіз мемлекетіміздің жарқын болашағы, соның өркендеуі, біздің ұлтымыздың өсуі, біздің ұлтымыздың дүниежүзілік бәсекелестікке қабілетті болуы. Осыған біздің бүгінгі мектеп бітіріп жатқан жастарымыз, біздің түлектеріміз соған қабілетті болып, солардың ең белсенді кейіпкерлері болатынына барлығымызда жақсы тілегімізді, ортақ мүддемізді ортаға салып, осылардың болашағына жарқын жол тілейміз. Рахмет. Құрметті оқушылар, биыл елімізде ерлік пен елдікті дәріптеген, халықтың жоғын жоқтап, әділдікті, бостандықты жыр еткен, көркем де қуатты поэзиясымен қазақ әдебиетінде көрнекті орын алған Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығы аталып өтуде. Қазақтың 100 жасаған ұлы ақынның мерейтойына мектебіміздің музыкалық көркемдік жетекшісі Байтасов Құрман және шәкірті 8-ші сынып оқушысы Бақытжан Айғанымның орындауында Әюгай әнін қабыл алыңыздар. Ұстаз, осы сөзде қаншама ұлылық жатыр десеңізші. Сөз маржанын терген ақын жазушыда, көк күмбезіне самғаған ғарышкерде ұстаз алдында иіліп тағзым ететіні рас. Түлектерге ақ тілегін жолдайтын біздің сүйікті мұғаліміміз Нұрышева Ардақ Қайруллиновнаға сөз береміз. Дорогие выпускники, вот и настал тот самый волнующий момент в вашей жизни. Пришла пора прощаться со школой. Полученные знания в нашей школе станут для вас ценным и надежным капиталом. Ведь 21 век – век требующих глубоких, прочных знаний от каждого из нас.
так как в мире стремительно развивается наука и техника. Специалисту любой сферы необходимо постоянно повышать свою квалификацию и постоянно работать над собой. Данный факт подтверждают многие мировые эксперты, утверждая, что в современном мире знания давно стали эквивалентом денег, а обучение – ежедневной потребностью каждого из нас. Именно сегодня знаменитая фраза Бенджамина Франклина «инвестиции в знания приносят самый наибольший доход» как никогда актуальна. В связи с этим важно помнить, что стремительная современная жизнь требует от нас четкого выстраивания своей жизненной траектории, целенаправленного внедрения в профессиональную деятельность. Поэтому желаю вам сделать правильный выбор, правильный не для кого-то, а для самих себя. Желаю вам интересной и счастливой жизни, больших побед, крепкой дружбы и настоящей любви. Знаю, что вам покорятся любые вершины. В добрый путь!
Бүгінгі салтанатты мерекемізге мектебіміздің 2019 жылғы түлегі Ел NUS колледж студенті Айткалиев Аян Сингапурдан түлектерімізге тілегін жолдайды. Құрметті Нұр-Сұлтан қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің түлектері. Сіздер бүгін мектеппен қоштасып, үлкен өмірге жолдама алғалы тұрсыздар. Бүгін еститін соңғы қоңырау үні сіздер сияқты кәмелетке толып, оң-солын таныған боз бала мен бойжеткендерді арман биіктеріне ұшырып, ең үлкен өмір мектебіне шығарып салады. Алдағы өмірге қадам аттай отырып, есте сақтайтын жайды ол еліміздің болашағы сіздердің қолдарыңызда. Сондықтан да қай кезде де терең білім алу жолында жалықпай, талмай ізденіп, ел тізгінін ұстайтын азамат болуыңызға ізгі тілегімді арнаймын. Қадамдарыңызға сәтті сапар, өмірлеріңізге құтты қадам тілеймін. Ал ұлы Абай айтқандай, ұстаздық етпес, жалықпас үйретуден балаға, сондықтан бүгін мектеп бітіріп отырған түлектерге тәлім тәрбие берген, бойларына жақсы қасиет даратқан, адамгершілік рухта бағыт-бағдар берген қадірлі ұстаздарды да құттықтаймын. Сіздерге мен әрдайымда мықты денсаулық, отбасыларыңызға бақыт, еңбектеріңізге жеміс тілеймін. Сау болыңыздар. Говорят, что звезд с неба не достать. Вопреки запретам и пустым советам научись летать. Взмахни крылом мечты, не бойся высоты. Пусть внизу остаются крыши, выше, выше, стаи радужных птиц. Без возврата для крылатых нет замков и границ, никаких преград, если ты говорят, все сложно, жаль, что невозможно в небо взмыть без потерь. Никого не смешай, открывая душу, ты в себя поверь. Взмахни крылом мечты, не бойся высоты. Снизу остаются крыши, выше, выше, стаи радужных птиц. Без возврата для крылатых нет замков и границ, никаких преград, если ты Кеше ғана тұлымдары желбіреп, жүректері лүпілдеп, мектеп қабырғасын имене аттаған ұл-қыздар Алтын Ұя мектебімен қоштасып, өздерінің ішкі сезімдерін қағаз бетіне түсіріп, хат арқылы жолдайды. Түлек хатына назар аударайық. Делая первые шаги во взрослую жизнь, хочется поблагодарить всех наших учителей и администрацию нашей школы за огромный вклад в каждого из нас. Спасибо за знания, заботу, поддержку и вечный стимул. Спасибо за то, что верили в нас и помогали. Искренне хотим оправдать все ваши надежды и ожидания и достичь тех высот, которых вы нас подталкивали с самого начала. Благодарим вас за все и желаем вам всего самого наилучшего на долгие годы. Прощай, родная школа. Мінекей бүгін енді біздің ыстық ұямыз мектебімізбен және әрине де аяулы ұстаздарымызбен қоштасатын сәтте келді. Бір жағынан өкінішті, ендігі біз осы мектептің ауласында жарыса жүгіріп, сыныптағы парталарға таласа тармаса отырмаймыз. Ендігі біз сүйікті ағалар мен апайларымыздың сабақтарында қол көтеріп, тақтаға шығып, сабақ айтпаймыз. Бірақ та
Бұл мектептің бізге бергені көп екенін есімізде қалдыруымыз керек. Бұл мектепте біз өзіміздің мұғалімдеріміздің, ұстаздарымыздың тәрбиесін көтеріп, өзіміздің болашағымыздың іргетасын қаладық. Яғни бұл біздің өміріміздің бастауы болып табылады. Біздің болашақ армандарымызға, жетістіктерімізге деген бастаған жолымыз. Менің ойымша, бұл өте қасиетті сәт. Себебі бұл күні біз 12 жыл бойы біздің өмірімізде орын алған ең жақсы сәттерді, ең жақсы оқиғаларды еске түсіреміз. Біздің мектеп туралы ертең отырып алып мектеп туралы ойлайтынымыз тек жақсы болар деп үміттенемін. Сондықтан ұстаздар, сондықтан құрметті мектебімнің қауымдастығы, 12 жыл бойы менімен болғандарыңыз үшін шын жүректен рахмет. Вот и наступил действительно праздничный день, наполненный радостными волнениями, искренними пожеланиями и легкой грустью. Вот и наступило время прощаться с родными школьными стенами и услышать последний звонок действительно в последний раз. Позади остались увлекательные уроки, домашние задания, ссоры, Сочи и выпускные экзамены. Но не только это мы будем вспоминать в последующие годы. В нашей памяти навсегда останутся наши дорогие и любимые учителя, кураторы и школьная администрация. Несмотря на то, что впереди нас ждет много увлекательных и интересных предметов и наук, мы всегда с трепетом и уважением будем вспоминать о наших преподавателях. Я уверена, что ту огромную благодарность, которую мы испытываем к нашей школе, мы пронесем через всю нашу жизнь и с уважением будем вспоминать о ней. Спасибо вам, наши учителя, за великий труд, невероятную доброту и огромное терпение. Дорогие одноклассники и выпускники, поздравляю нас со знаменательным событием нашей жизни и завершением важного этапа становления наших личностей. Спасибо вам за огромную поддержку во время дистанционного обучения, яркие воспоминания со школьной поры. Желаю каждому из вас достигнуть всех поставленных целей, стать профессионалами своего дела и не забывать о нашей родной школе в разных уголках нашего мира. Мектеп табалдырығын аттағанда әлі қандай адам болатынымызды, кімді кездестіретінімізді оны білмеген едік. Бірақ бұл мектеп маған, біздің барлығымызға біріншіден сарқылмас білім бұлағын, екіншіден өмір бойы серік пен тірек болатын достарды тарту етті. Сол үшін мектепке, ұстаздарыма, менің класстастарыма мыңда бір алғыс. Қоңыраудың алғашқы үні, оның соңғы да мұңды сылдыры, сыңғыры, сонымен қатар мұғалімдеріміздің қимас жанары, осының бәрі жүрегімізде үміт пен нық сенім ұялатады. Өмірдің келесі белесін осы тебіреніспен, толғаныспен бастағаныма қуаныштымын, шынымды айтсам. Және сіздерге осы мектептің келесі түлектеріне, оқушыларына, ұстаздар мен басқа да адамдарға көптеген әлі талай шындарды бағындыруға және қанат қақтыра берулеріңізге тілектеспіз. Сегодня мы прощаемся со школой. Мы так долго стремились к этому дню, и каждый из нас испытывает грусть и печаль. Однако я уверен в своих знаниях, которые дала мне школа. Ведь недаром наши учителя работали, не покладая рук, заботились о нас и поддерживали нас в наших начинаниях. Я благодарен судьбе, что дала мне возможность встретить таких замечательных друзей, обучаться у мастеров и по-настоящему стать гражданином нашей страны. Впервые входя за ворота школы, я не могла себе представить то приключение, в которое я себя ввязываю. Были, конечно, и неудачи, и провалы, но вместе с тем всегда приходили награды, достижения и те моменты, которые я заберу с собой во взрослую жизнь. Я бесконечно благодарна школе за друзей, которых я здесь встретила. Без них бы школьные будни не были бы такими же красочными, насыщенными, и я бы была бесконечно рада снова вспоминать те моменты, как мы смеялись
у оранжереи во время перемен, как мы готовились к суммативкам в библиотеке, как в 7 классе я впервые открыла зарубежную литературу на английском языке. И в целом я хочу сказать огромное спасибо этой школе за окружение, в котором я повзрослела, в котором я выросла. Это наши замечательные кураторы, учителя, администрация, мои одноклассники и наставников, в лице которых я встретила всех этих людей, одарили меня бесконечной заботой и поддержкой. И выходя последний раз за калитку этой школы, я буду бесконечно гордиться. Біздің сүйікті мектеп қабырғасында өткізген әрбір сәтіміз шаттық пен қуанышқа, ұлы жеңістер мен жетістіктерге толы болды. Мектебіміздің бізге берген қолдау мен мүмкіндіктері бізді, жас түлектерді, болашақта асулардан асып, көптеген белестерді бағындыруға, және де ең бастысы, Қазақстан жастарының әлемдік бәсекеге қабілетті болып, ғасыр талабына сай жастарды қалыптастыруда ерен еңбегін қосты. Сол үшін алғысымыз шексіз. Ұстаздар қауымына айтар алғысым бөлек. Бізге білім есігін ашып, болашағымыз үшін үлес қосқан дана ойлы, кемеңгер жандар. Біздің қалыптасуымызға сіздер бірден-бір ерен еңбектеріңіз атқардыңыздар. Аяулы ұстаздар, сол үшін сіздерге шексіз алғыс білдіреміз. Мектеп табалдырығында әлі де оқып жүрген достарым, сіздерге алдағы болашақта сәттілік жар болсын. Қойған мақсаттарыңыздың бәріне жетіп, өмірде өз жолдарыңызды жаңылмай табыңыздар. Қош бол алтын ұям, қош бол мектебім. Бітіруші түлектерімізге ата-аналардың атынан 12-ші Си сынып оқушысы Валиахметов Глебтің анасы, журналист Валиахметова Юлия Николаевна өз құттықтауын жолдайды. 1 сентября 2009 года. Это был дождливый день, когда наши детки пришли первый день в школу, в Назарбаев интеллектуальную школу. Она на тот момент только открылась. Наши солнышки и кнопочки, сладкие такие, маленькие. И сейчас, оглядываясь в то время, я не понимаю, как пролетели эти 12 лет, просто как миг. Мне кажется, мы еще родители достаточно молодые, но у нас уже такие взрослые парни и девушки, которые выросли, состоялись и сейчас заканчивают школу. Прям не верится. Вы знаете, все эти 12 лет, каждое утро, просыпаясь, я ни разу не слышала от Глеба, что он не хочет идти в школу, или у него какие-то проблемы с учителями или с одноклассниками. Эти 12 лет были настолько комфортными, настолько классными, настолько полноценными годами в его жизни, я точно знаю. Я смотрю на сына и хочу сказать огромную благодарность учителям школы, которые вложили в наших детей столько любви, столько доброты, столько ценностей хороших, правильных. Наши дети, даже сравнивая с нашим поколением, они в 100 крат умнее, талантливее и профессиональнее будут нас. И, конечно, я очень рада за наших деток, за то, что окончание школы – это такая первая большущая победа. И мне хочется им пожелать, что сейчас, когда они вступают на эту тропу жизни, где им придется действительно принимать собственные самостоятельные решения, чтобы у них все получалось. Чтобы рядом были такие же наставники, как учителя в школе, чтобы рядом были такие же надежные. И мне очень-очень хочется пожелать нашим деткам успехов, благополучия. Конечно, пожелать и родителям, которые вложили в этих деток, и учителям здоровья и благополучия. И я очень надеюсь, что через 15, 20, 25 лет они встретятся, каждый из них добьется большущих успехов в жизни. Я знаю, что многие уже поступили в лучшие вузы мира, и
это, конечно, огромная заслуга школы и детей. А мы, родители, мы были надежным таким плечом и будем оставаться. И, конечно, они будут оставаться для нас и дальше детками. И вот они встретятся через 20-25 лет и расскажут, как сложилась их жизнь. И я желаю, чтобы у каждого на пути все было отлично. Я весь класс, всех деток очень хорошо знаю, поэтому всех люблю, всех обнимаю и, конечно, желаю всего самого наилучшего в этот замечательный день в окончании школы. Келесі орындалатын әнді мектеп түлектеріне арнап музыка пәнінің мұғалімі Капаров Мирхан Жұмабекұлы жазған болатын. Осы әнді биылғы түлектердің орындауында қабыл алыңыздар. Сәттер көп еді, тәтті қиял сезімі мөлдір бала кездері. Жазылады тарихтарды күннің әрбір дерегі, шалқыған мектеп кезі. Ұстаздарға бас иеміз, еңбегі көп себебі, күндіз-түні жүрміз еске алып осы күндерді. Атқалып ұясынан сөлекішті тағыда, болашақ ұшағында. Жүректерді қимастық түріткен шаққа қол бұлғап, тілектерді жаудырып тұр біздер үшін сол бір бақ. Алмиям алтын ордам, мәңгі қорған, мектебім сағынышым. Жүректерді қимастық түріткен шаққа қол бұлғап, тілектерді жаудырып тұр біздер үшін сол бір бақ. Алмиям алтын ордам, мәңгі қорған, мектебім қалады қолын бұлғап. Жылдық сәлім лайық, ұстаздар ғой бағалы, жүректе өшпей мәңгі. Бір жайған тағылымға төбенің арылы, болашағы елдің тәуелсіз жас ұрпақтары. Ақжол төлеп шын жүректен үмітпенен қарады, сол үміт жалғанады. Жүректерді қимастық түрілген шаққа қол бұлғап, тілектерді жаудырып тұр біздер үшін сол бір бақ. Алмиям алтын ордам, мәңгі қорған, мектебім сағынышым. Жүректерді қимастық түрілген шаққа қол бұлғап, тілектерді жаудырып тұр біздер үшін сол бір бақ. Алмиям алтын ордам, мәңгі қорған, мектебім қалады қолын бұлғап. Қимастық түрілген шаққа қол бұлғап, тілектерді
ел мен ақ арманнан нұралған, туған жердің бақытына жаралған. Ең соңғы рет билеп мектеп вальсын, орын табар бақыт деген аралдан. Құрметті түлектер, көгершіндей қанаттарыңды алмай, биікке самғап ұша беріңдер. Нағыз жүрек тебірентерлік сәтте келіп жетті. 12 жыл бойы әр сабақ арасында естіп, біліп достасқан әдемі қоңырауыны бітірушілер үшін соңғы рет соғылмақ. Звонок, который будет звучать сегодня, специально изготовлен на кружке гончарного мастерства для 11-го выпуска школы. Соңғы қоңырау соғу құрметті мектептің түлегі, желілік, республикалық және халықаралық ғылыми конференциялардың жүлдегері Исмагулов Темірлан және 7-ші И сынып оқушысы оқу үздігі Саудабай Бинураға ұсынылады. Құрметті ұстаздар, бізге білім мен тәрбие беріп, кемел болашағымыздың есігін ашқандарыңыз үшін шексіз алғыс білдіреміз. Біз сіздердің үміттеріңізді ақтаймыз. Дорогие и любимые наши выпускники, этот последний звонок предзнаменует вам яркое и светлое будущее. Удачи вам! Нұрлы болашақтың даңғыл жолында шабысы қатты тұлпардай жеткізген мектебіміздің түлектері текті ұлттың ұрпақтары екеніне келер күнмен атқан таң бірден бір куәгер болмақ. We wish you joyful summer holidays and wonderful social activity. Веселых летних каникул и удачного прохождения летних социальных проектов. Возьми ребенка на работу, 10 дней на предприятии, 2 недели в ауле и интересных исследований в рамках патриотического проекта «Туған елге тағзым». Просим наших родителей поддержать наши проекты. Осымен 2020-2021 оқу жылының аяқталуына және соңғы қоңырау мерекесіне арналған салтанатты жиында жабық деп жариялаймыз.